Батыста жаңа туған нәрестені емізу ол Европа үшін қазір кәдімгідей үлкен бір тақырып, күрес болып жатыр. Неге? Өйткені Европада мынау сауатты, бай, ақсүйек әйелдер үшін баланы емізу ол кәдімгідей бір сондай көргенсіздік болып саналған. Мысалы, мынау 19 ғасырда ағылшындарда королева Виктория болды ғой, кәдімгідей королева ана бүкіл ағылшындарға болған, үлгілі жар күйеуіне болған, үлгілі ана болған. Бірақ ол ешқашан балаларына емшек бермеді. Оның қызы Алиса балаларын өзі емізетін болғанда, Виктория оған былай да былай түйреп неше түрлі сөз айтып, қарсы сөз. Ақыры өзінің анау сарайдың қорасында тұратын сиырды Алиса деп атаған. Сол қызын төменшек деген. Өйткені сен сиырдың деңгейіне, сен қарапайым халықтың деңгейіне түсіп кеттің деп солай қараған ғой, қызына айтқан да талай рет. Ал мысалы біз үшін, біздің ата бабаларымыз үшін ол сүт, ақ дейді ғой, ол әрдайым қасиетті нәрсе болды. Және де баланы емізу ол кез келген әйелдің бір парызы болды, өте бір киелі процесс болды. Біздің ата бабаларымыз әрқашан ондай дүниелерге құрметпен қараған. Бұл жайында көптеген аңыз, мифтер бар. Мынау кітабымда солардың бір шеті ашылған, қарастырылған.